Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар, қалайсыздар, жақсыздар ма? ұбт тест талдау, география, 28-ші сұрақ, екінші нұсқа. Алла қаласа бүгін осы нұсқаны аяқтайтын боламыз. Келесі сабақта Қазақстан тарихтан талдауды бастауымыз керек. Жалпы енді 28-ші сұрақ, Ресейдің кеме жасау өнеркәсіпте таман экономикалық ауданы немесе аудандары. Көп жауапты сұрақ. Қиыр шығыс, орталық қара топырақты, солтүстік экономикалық ауданы, батыс Сібір, Орал, Поволжье, Волга бойы және солтүстік Кавказ деген жауаптар бар екен, иә. Жақсы, кеттік. Енді Ресейдің экономикалық аудандарын тоқталайық. Жалпы экономикалық аудан дегеніміз не? Экономикалық аудан дегеніміз бір іске бір өңірдің мамандануы. Мысалы ретінде батыс Қазақстан жерінде 5 экономикалық аудан бар, иә, өзіміз білетіндей. Орталық, оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыс. Соны мысалы ретінде батысты келтіріп көрейік. Батыс экономикалық аудан неге маманданған? Маманданған деген сөз сол істің нағыз шебері деген секілді алып көрейік, иә. Мысалы ретінде батыс мұнай өндіру, газ өндіру, оны игеру, өңдеу деген секілді істерге маманданған. Мысалы ретінде балық шаруашылығына маманданған. Шығыс Қазақстанымыз омарта шаруашылығына маманданған, түсті металлургияға маманданған, яғни осындай істерді айтатын боламыз, иә. Яғни мына жерде сұрап тұр, кеме жасау, яғни өнеркәсіпте дамыған экономикалық аудан, яғни осы экономикалық ауданда кеме жасау болуы міндетті. Түсінікті ме? Жалпы енді Ресейде 12 экономикалық аудан бар. Орталық Волга-Вятка, орталық қара топырақты, солтүстік батыс экономикалық аудан, солтүстік экономикалық аудан, солтүстік Кавказ, Волга бойы, Орал экономикалық ауданы, батыс Сібір, шығыс Сібір, қиыр шығыс, Калининград облысы деген, иә. Енді қарайық. Біз қазір мына жерде орналасқан 8 жауапты бар ғой, соны жеке-жеке талдаймыз. Ішінде кеме жасау деген сөз болса, соны алатын боламыз, иә. Біріншісі қиыр шығыс дейді. Кеттік, қиыр шығысты басайық. Қиыр шығыс экономикалық ауданы міне. Қиыр шығыс экономикалық ауданы жалпы құрамында Якутия республикасы, яғни Саха республикасы, бұл жерде алмас шығарылады, иә. Еврей автономиялық облысы, Чукот автономиялық облысы, Приморск және Хабар өлкесі, Амур, Камчатка, Магадан, Сахалин облыстары кіреді. Яғни осы мысал ретінде батыс экономикалық Қазақстан жерінде батыс экономикалық ауданына қандай облыстар кіреді деген кезде біздер айтатын едік, Ақтөбе, Атырау, батыс Қазақстан облысы, одан кейін Маңғыстау облыстары кіреді деп 4 облыс көрсететін едік. Демек, бұл жақта дәл осылай экономикалық аудан іші облыстарға бөлінеді. Облыстар қалаларға, қалалар ауылдарға, ауылдар енді ары қарай кете береді, ауылдық кенттерге, аймақтарға деген секілді. Негізгі маманданған салалар түсті металлургия, орман, балық өңдеу және де жатады кеме жасау және теңіз көлігінің маңызы күшеюде. Демек, кеме жасауда бұл жақта актуалды екен, иә. Ауыл шаруашылығы өз дәрежесінде дамыған, көптеген өнім түрлері сырттан тасылады, және сырттан дегенде өзге экономикалық аудандардан тасылады, өз қажеттерін өтеу мақсатында күріш пен Қытай бұршақ өсіреді дейді. Демек, кеме жасау бұл жерде бар ма екен? Бар. Демек, жауап ретінде қалдырамыз. Одан кейін орталық қара топырақты. Орталық қара топырақты бізде. Орталық қара топырақты аудан. Жалпы орталық қара топырақты аудан енді өзі айтып тұр, негізгі дүниесі ол бізде қазір дәнді дақылдар болатындығы, егін шаруашылығы түсінікті. Себебі қара топырақ егін егуге немесе өсімдік шаруашылығына бірден бір ыңғайлы топырақ. Орталық қара топырақтың ауданы ең шағын аудан. Мысалы Қазақстан жерінде шығыс экономикалық ауданымыз ол ең кішкентай деп айтатын едік. Орталық қара топырақты аудан ең шағын аудан, оның құрамында Белгород, Воронеж, Курск, Лицейск, Липецк, Тамбов облыстары кіреді. Жетекші маманданған салалар қатарына қара металлургия, машина жасау, химия, құрылыс материалдарын өндіру, тамақ, сонымен қатар жоғары дамыған ауыл шаруашылық, дәнді дақылдар, қант қызылшасы, күнбағыс, картоп өсіру мен ет сүті бағыттағы мал өсіруге маманданған дейді. Демек, бұл жерде кеме жасау жоқ екен, иә. Одан кейін С жауабы солтүстік дейді. Яғни солтүстік экономикалық аудан керек бізге. Міне солтүстік экономикалық аудан. Солтүстік экономикалық ауданның құрамына Карелия мен Коми республикалары және құрамында Ненец автономиялық облысы бар, Архангельск, Мурманск, Волгада облыстары кіреді дейді. Жалпы негізгі маманданған салаларына отын энергетика, қара және түсті металлургия, машина жасау, химия, орман, балық өңдеу, ауыл шаруашылығын зығыр өсіру, сүтті етті бағытта мал шаруашылық түрлері өркендеген. Сонымен қатар кеме жасау, міне кеме жасау бізге керек. Теңіз көлігі тарихи қалыптасқан кәсіп түрі болып табылады дейді. Демек, дұрыс жауап ретінде қалдырамыз. Енді кеттік.
Батыс Сібір. Біз Батыс Сібір жазығы деп айтамыз, сол бойы. Батыс Сібір экономикалық ауданы, көріп тұрғандарыңыздай. Құрамына Алтай Республикасы, Алтай өлкесі, Кемерово, Новосибир, Омбы, Томск, Түмен, Ханты-Мансийск немесе Ямал-Ненец автономды округі облыстар кіреді. Аудан жетекші мамандаған салаларына отын энергетика мұнай, газ, уран деген секілділер ғой, немесе көмір, қара металлургия, машина жасау, химия, орман өнеркәсіптері жатады. Аса ірі мұнай газ алабы болғандықтан, Ресейде өндірілетін мұнайдың 70%-ін, газдың 90%-ын осы аудан береді екен. Демек, Қазақстанның батыс Қазақстан. Жақсы. Қай жерден тоқтадық? Яғни Қазақстанның батыс экономикалық ауданы секілді бұл жерде де ауыл шаруашылығында дәнді дақылдар, зығыр, ірі қара басым өсіріледі. Ауыл шаруашылығында дәнді дақылдар, зығыр, сонымен қатар ірі қара басым өсіріледі. Аудан зығыр өсіруден Ресей орталық ауданынан кейінгі екінші орында тұр. Демек, орталық аудан экономикалық, яғни бұл да орталық деген экономикалық ауданнан кейін екінші орында. Марал өсіру мен омарта шаруашылығы жақсы дамыған. Бізде де Қазақстан жеріндегі Алтай бөлігінде марал шаруашылығы мен омарта шаруашылығы жақсы дамыған еді, иә. Кеттік. Демек, жауапты сызбай береміз, батыс Сібір емес екен. Орал дейтін жауап. Міне, Орал экономикалық ауданы. Түсіне тұр екен ғой. Орал экономикалық ауданы жалпы құрамында Удмурт және Башқұртия республикасы, Пермь, яғни одан кейін Свердлов, Челябі, Орынбор, Қорған облыстары кіреді. Маманданған салалар отын энергетика, қаржы және түс металлургия, машина жасау, химия, орман өнеркәсібі мен құрылыс материалдары, цемент шығару болып табылады. Ауыл шаруашылығына дәнді дақылдар, картоп, көкөніс, сүт және ет сүтті бағытта ірі қара өсіру бағытталған. Демек, кеме жасау бұл жақта да жоқ екен. Волжье дейді. Бізде ондай қала ретінде, облыс ретінде көрсеткен болатынбыз, яғни Волжье деген бізде экономикалық ауданы жоқ. Одан кейін Волга бойы экономикалық ауданы, Волга бойы экономикалық ауданы, жалпы Татарстан, Қалмақ республикалары, Ульяновская дейтін, Пенза, Самара, Саратов, Волград, Астрахан облыстарынан құралады. Аудан электр энергиясы, отын өнеркәсібі, машина жасау, автокөлік, трактор және әуе техникасы, химия, тамақ өнеркәсібі, құрылыс материалдар, оның ішінде цемент шығару маманданған. Ауыл шаруашылығында дәнді дақылдар өсіру, күнбағыс, қант қызылшасы, көкөніс, жеміс, ірі қара, қой өсіру сияқты салалар қарқынды дамыған. Демек, бұл жақта кеме жасау жоқ екен, иә. Соңғы жауабымыз қалды. Солтүстік Кавказ деген. Солтүстік Кавказ экономикалық ауданы. Осымен тоқталамыз, содан кейін жауапты анықтайтын боламыз. Солтүстік Кавказ экономикалық ауданының құрамына Адыгей, Карачаев-Черкесск, Кабарда-Балқар, Солтүстік Осетия, Ингуш, Чечен, Дагестан республикалары, одан кейін Краснодар, Ростов облыстары кіреді. Ставрополь және де Ростов облыстары кіреді. Аудан маманданған салаларына отын энергетикалық өнеркәсіп, яғни мұнай газ, түсі металлургия, машина жасау, химия, тамақ өнеркәсіптері жатады. Ауыл шаруашылығы ауданда жетекші сала болып табылады. Оның дәнді дақылдар, қант қызылшасы, күнбағыс, көкөніс, жеміс өсіру, ірі қара, қой, шошқа өсіру сияқты салалар қатар дамыған. Теңіз көлігі жақсы өркендеген. Табиғат жағдайы ерекшеліктеріне байланысты емдеу, сауықтыру, туристік, рекреациялық шаралар өте жақсы жолға қойылған дейді. Теңіз көлігі жақсы дамыған деген жауап таба алмаймыз. Неге? Себебі бұл жақта, яғни теңіз болғанмен, мысалы су көлігі жақсы дамығанмен оны өндіреді деген мәлімет келтірілмеген екен, иә. Демек, бұл да жауап ретінде қарастырылмайды. Сонымен бізде Ресейдегі кеме жасау өнеркәсіптері жақсы дамыған аудандар, ол бізде Қиыршық және солтүстік А және С жауаптар болады екен. Жақсы, егер түсініксіз жерлер болса, комментарий жазып кетіңіздер. Жалпы сұрақтың тікелей жауапқа тоқталдық. Жалпы достарыңызбен бөлісіп, каналға жазылып, лайк басып қойыңыздар.